Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын және түсі де керемет болып шығатын осындай пирог немесе бәліш пісіргенде арасына қосып жіберуге болатын және қысқа сақтауға да арналған осындай вареньелерді жасап көретін боламыз. Ол үшін ең алдымен алмамызды жақсылап тұрып, міндетті түрде 2-3 қайтара жуып тазалап аламыз. Жуып тазалап дайын болған алмамызды осылай турай бастаймыз. Тақтайға қойып турасаңыздар да болады. Маған осылай қолмен тураған ыңғайлы, сондықтан барлығын осылай қолмен турап шықтым. Бұл алмаларымыз баудың алмасы болғандықтан сәл майдалау болып тұр. Бірақ та өте дәмі керемет алмалар. Енді алмаларымызды осылай турап болған соң үстіне қантты салатын боламыз. Қанша мөлшерде салатындарыңызды описанияға жазып қойдым, сол төменнен қарасаңыздар болады. Енді алмаларымыздың үстіне қантымызды салып болған соң осылай араластырып, толықтай қант ерігенше күтетін боламыз. Шамамен 2 сағаттай уақытымыз өтті. Алмамыздың шырыны шығып, қантымыз толықтай еріді. Енді осы дайын болған алмаларымызды 2 сағатта баяу отта қайнататын боламыз. Алмамыз қайнап жатқан кезде міндетті түрде бетін ашып қарап, вареньемізді көріп, араластырып тұратын боламыз. Міне 2 сағат уақытымыз өтіп, вареньеміз баяу отта қайнап, міне түсі өзгеріп, өте дәмді болып, дайын болып шықты. Енді осы вареньемізді ыдыстарымызға құйып шығатын боламыз. Вареньемізді осылай толық банкамызға құйып болған соң, сіздер закрывашкамен жауып, қысқа сақтауға қойсаңыздар да болады. Ал менде варенье аздау болғандықтан, мен жай ғана крышкамен жауып, банкаларымызды, вареньемізді тоңазытқышта сақтайтын боламын. Міне алмадан варенье жасаудың оңай екендігіне бірге көз жеткіздік. Енді осы видеом ұнаған болса лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болатын болса астында комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Және осы қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписаться кнопкасын басуды да ұмытпаңыздар.